Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге ИП жабу туралы көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Сіздерге алдын ала үлкен рахмет. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын. Енді бұл ИП-ны біз октябрь айында ашылған. Енді 2 айдан кейін, жоқ 1-2 айдан кейін жабуға жіберіп жатыр. Соны қалай жабуымызды көрсететін боламын. Бұл ИП 2024-тің 2-ші полугодиясында ашылған, 2024-тің 2-ші полугодиясы июль айынан басталады. Июль ай, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, осы 6 ай жарты жылдық 2-ші полугодия болып есептеледі. Енді бұл 2-ші полугодия ашылған және 2-ші полугодияда жабылуға жіберіліп жатыр. Бізде ең алғашқы лицевой счетқа барып, қарыз бар ма жоқ па, соны көріп аласыздар және төлеген ақшалар түскен бе, соны көресіздер. Бұл кісі Каспий Пеймен жұмыс жасаған, Каспий Пейде 2 айда 1 миллиондай доход болған. Енді әрі қарай бұл жабайын деп жатқандықтан бұған минималка салды және налогтарын төледі. Енді отчет тапсырылған ба, соны бір көресіздер. Форум налоговой отчетности деген жерге барып, журнал форумға кірсеңіздер және астына найти дегенді басасыздар. Сол кезде тапсырылған отчеттарлығы көрініп тұрады. Бұл кісі отчет тапсырылмаған. Осылай отчеттары бар жоғын, қарыз бар жоғын тексеріп аласыздар ең алдымен. Одан кейін настройки бөліміне барасыздар. Настройки бөліміндегі список форумға кіресіздер. Отчет тапсыру үшін. Бұл 2024-тің 2-ші полугодиясын тапсырамыз. Қазір ашылғандықтан, қазір жабуға жіберіп жатқандықтан, настройки список форумға барып 2024-ті таңдайсыздар. Және астына қарай түскенде 910-шы формадағы отчетты таңдаңыздар. Егер де бұл ИП упрощенный режимде болса, осылай жабасыздар. Басты бетте міне осылай 1-2 разделде еніңіз бен атауыңыз жазылып тұрады. Одан кейін 3-шіде 2024 жылдың қаншасыншы полугодиясы екенін жазасыздар. Қазір бізде 2-ші полугодияны таңдаймыз. Сосын 4-ші разделге барасыздар. 4-ші разделде Б пунктын таңдайсыздар. Одан кейін 5-те ештеңке жазбайсыздар. 6-шы разделде бұл бірінші рет тапсырылып жатқан отчет болғандықтан және сразу жабылуға жіберіп жатқандықтан первоначально мен ликвидационный отчетты екеуін бірге таңдайсыздар. Первоначальный и ликвидационныйды екеуін бірге таңдайсыздар. Енді 7-ші разделде ештеңке толтырмайсыздар, 8-де толтырмайсыздар, 9-дағы резидент дегенді таңдайсыздар. Сосын астына түскен кезде доход деген жерге, егер де сіздерде доход болса, осы жерге доходтарыңызды жазасыздар. Жаңағы Каспий Пейде 2 айда істеген доходты мен осы жерге жазамын. Бізде ол жерде примерно 1 миллиондай асты. Осы жерге доходты жазған кезде төменге қарай түссеңіздер, автоматты түрде сіздерге налогты шығарып береді. ИПН налог және соцналогтарыңызды шығарып береді. Екеуі де 1,5% төлейтін боласыздар. Енді сіздер осы жерде минималкамен салғандықтан бұл жерге айлықтарыңызды минималкамен көрсетесіздер. Бізде қазір минималка суммамыз 85 000 теңге. Және төлеген айымызға осы жерге жазамыз. Бұл кісі октябрь және ноябрь айына төлеген. Міне осы жерге 1-ші ай июль, 2-ші ай август, 3-ші ай сентябрь, 4-ші ай уже октябрь, одан кейін ноябрь, декабрь болып есептелінеді. 4-ші айға 85 000 және 5-ші айға минималкамен 85 000 теңге деп жазамыз. Одан кейін 2-ші страницаға барасыздар. Бұл жерде жаңағыдай жазғаннан кейін 1-ші бетке жаздық қой біз 1 айлық доходымыз 85 000 теңге деп. Сол кезде социальный отчисленияны автоматты түрде осы жерге шығарып береді. Міне, соны жазғандықтан 4-ші, 5-ші айға жазғандықтан ана жақта социальный отчисление минималкадан автоматты түрде шығарып береді. Енді келесіде пенсионкаға 85 000 теңге деп жазасыздар 1 айлық доходтарыңыз.
4 және 5 разделге. Бұл октябрь-ноябрь айында жұмыс жасалған ИП. Енді жабуға жіберіп жатырмыз, тағы да айтамын. Сосын ол жерге де 1 айлық табысты жазғаннан кейін сіздерге пенсионканы осылай минималкамен шығарып береді. Одан кейін қазір 2024-те міндеттелген ОПВР, пенсионный взносы работодатель деген бар. Соған минималкамен 1275 теңге төледі. Енді медстраховка төлемеген айларыңызға 0 қоясыздар және төлеген айларыңызға осылай 5950 теңге деп жазасыздар. Бұл екінші страницада бұл бітті. Енді 4-ші страницаға барасыздар. 4-ші страницада бізде налог пен ОГД номерлерді белгілейсіздер. Бұл жердегі раздел бизнес деп тұрған жерге жазасыздар ОГД номерлеріңізді. Одан кейін оны жаңағыдай ОГД номерді қайдан көреміз десеңіздер, регистрационный данныйға барасыздар. Жоғарыға көрсетілген кезде сол жерде регистрационный данный сервисі дегеннің ішінде регистрационный данный бар. Соған кірсеңіздер, сіздердің бүткіл данныйларыңыз осы жерде шығып тұрады. По месту жительства, по месту нахождения ИП барлығы осы жерде тұрады. Сіздерге қажетті бұл жерде налогты белгілейтін кезде ИП-ның адресін, по месту нахождения ИП деп тұрған жердегі адресті жаңағы налогта белгілейсіздер, ОГД номерді. Одан кейін төменге қарай түскенде код орган государственных доходов деген жерге өздеріңіздің жаңағы по месту жительства және по месту нахождениелеріңізге ОГД номерлерді жазасыздар. Одан кейін проверить заполнение дейсіздер. Ошибка жоқ болса отправить по ОГД деп ЭЦП ключтарыңызбен подписаться етіп осылай жібере бересіздер. Енді сіздердің жіберілген отчеттарыңыз қабылданды ма, оны қайдан көреміз? Форма налоговой отчетностьдағы журнал формаға кіресіздер. Найти дегенді басасыздар, астында тұрған. Енді осы жерде сіздердің тапсырған отчеттарыңыз шығып тұрады. Біздің жаңағы жіберген отчетымыз разнесена болып тұр. Барлығы дұрыс, отчет қабылданды. Енді налоговыйға заявление жібересіздер. Ол үшін налоговый заявление бөлімге кіресіздер. Прекращение деятельности таңдайсыздар. Ол кезде сіздерге 2 страница шығарып береді. Бірінші страницасында статьяны таңдайсыздар. 67-ші пунктты таңдайсыздар. Одан кейін 2-ші страницаға барасыздар. Бұл жерге жаңағы төлеген КБК номерлерді жазасыздар. Мен осы жерге КБК номерлерді қойып кетемін. Сол КБК номерлерді жазсаңыздар болады. Ол КБК номерлерді лицевой счеттан алсаңыздар да болады. Жаңағыдай лицевой счеттағы түскен ақшаларыңыз 901, 101, 903, 101 деген сияқты КБК номерлер. Сол жерден аласыздар. Ол төлемдегі төлеген кезде лицевой счетта тұрады барлығы. Міне осылай барлығын бесеуіне жазып шығасыздар. Одан кейін код орган государственных доходов деген жерге ИП-ңыздың адресі бойыншағы ОГД номерін жазасыздар. Осы жерге жазсаңыздар шығарып береді. Соны таңдап выбрать дейсіздерде ары қарай барлығын жасап болған сен жоғары қарай шығып проверить заполнение дейсіз. Міне ошибка нет. Сосын енді отправить в ОГД деп жібересіздер жанында тұрған ЭЦП ключтарыңызбен подписаться етіп парольдарыңызды жазып солай жібересіздер выбрать деп. Енді сіздердің жіберген налоговыйға заявлениелеріңіз қалай кетті? Ол қабылданды ма, оны қайдан көреміз? Ол үшін налоговый бөліміне барасыздар. Мына жерде ошибка шығып тұр. Міне база жасамай жатқандықтан тағы бір 2 рет басып жібереміз. Міне отправка успешно завершена деп тұр. Окейді таңдайсыздар. Жіберілген енді отчеттарыңызды налоговый бөліміне барасыздар. Міне сол жерге барған кезде төменге қарай түсесіздер. Найти дегенді басасыздар. Осы жерде сіздердің жіберілген налогқа заявлениелеріңіз тұрады. Енді
сіздердің жабуға жіберген ипларыңыз 10-15 күннің арасында жабылатын болады. Принято да болып тұрады.